Саламатсыздар ма? Қош келдіңіздер жұлдызды ақиқатқа. Сөзді бастамас бұрын комментарий жазып тіркеліп кетіңіздер. Отандық әнші Әлішер Каримов осыдан бірнеше жыл бұрын омыртқасына Корея елінде ота жасатқанын мәлім етті. Өнер иесі дәл сол уақытта 11 сағатқа созылған ота жайлы ешкімге жақ ашып айтпағанын 1001 түн бағдарламасында баяндады. Омыртқама 5 жыл бұрын Кореяда ота жасатқанмын. Омыртқам 50 градусқа қисық. Ұзақ жылдар бойы арнайы костюм тіктіріп кидім. Қысқа жейде костюм кие алмадым. Бүкірейіп қалатынмын. Әке-шешеме бірнеше мануалды терапияға бардық. Ештеңе көмектеспеді. Соңғы шешім 11 сағаттық ота болды. Осы қиындық туындағанда жақындарымнан басқа ешкім білмеді. Адамға аяушылық таныту дұрыс емес деп ойлаймын. Ота жасатқаннан кейін жарияладым. Көп адамда осы мәселе бар. Мануалды терапияға барғанмен ештеңе өзгермей омыртқая қисая түседі. Бұл өмірдің қысқаруына келіп соғады. Дәл қазір сол отаны ұсынса келіспес едім. Бірақ сол кезде денсаулық үшін ота жасату керек болды, деді Әлішер Каримов.